Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, YouTube көрермендері. Бүгінгі видео тендерді енді бастап жатқан адамдарға пайдалы болады деген сенімдемін. Бүгін біз Госзакуп порталына обзор жасайтын боламыз. Яғни бұл порталдың ерекшелігі қандай требованиялар бар, және бұл порталға қанша теңге бөлініп жатыр, қандай тендерлер бар, соны көрсететін боламыз. Ең бірінші түсініп кетейік, бұл мемлекеттік мекемелердің тендерлері жарияланатын портал. Яғни бүкіл еліміздегі акимат, садик, прокуратура, немесе мектеп, университет бәрі осында тендерді жариялауға міндетті. Олар базардан барып өзінің товарларын алмайды, мына порталда жариялайтын болады. Олар миллиардтаған сумма болсын, триллион болса да, немесе тіпті 100 теңгелік, 1000 теңгелік тендер болса да, осында жариялауға міндетті. Біз ең бірінші порталға кірген кезде дәл осындай бетте тұрамыз, яғни міне Государственные закупки Республики Казахстан. Осы жерде закупки, отчетность, разработчикам деген кнопкалар болады, немесе тарифы деген секілді кнопкаларды біз көре аламыз. Осы жерден біз отчетность деген жерге өту арқылы жалпы бұл порталға мемлекеттің тарапынан неше теңге бөлім жатқанын көре аламыз. Мысалға, отчетность ашатын болсақ, мінекей ең төменге түсіп бюджетті көре аламыз. Итого осы 2026 жылдың осы июльге дейін жоспарланып қойған уже суммасы 10 триллион 174 миллиард 257 миллион 793 мың теңге жоспарланып қойған. Бұл жылдың соңына дейін где-то бір 16 триллион теңгені жетеді. Себебі 2025 жылы бұл порталға 14 триллион теңгеде бөлінген. Ал 2024 жылы 12 триллион теңгеге. Жыл сайын 2-3 триллион теңгеге мемлекеттің тарапынан бұл порталға ақша бөлініп жатыр. Порталдың өзіне де ойлап қалмаңыз, осы порталда тендер жарияланып тұрған суммалар бөлініп жатыр десек болады. Ең бірінші орында бұл порталда Алматы қаласындағы тендерлерге көп ақша бөлініп тұр екен. Бірінші орында алып тұр. Сумма 1 триллион 100 миллиард теңге Алматы қаласына. Екінші орын Астана, одан кейін Алматы облысы, Қарағанды облысы, кете береді Атырау облысы деген секілді. Ең соңғы орында бізде Қызылорда облысы тұр. Бұның өзіне 2 миллиард 651 миллион теңге бөлініп отыр. Дәл осылай біз әрбір қаладағы қандай суммада тендерлер бар екенін, қандай сумма бөлініп жатқанын көре аламыз. Ал енді біз VIT деп кіреміз. Егер сіз тіркелген болсаңыз, ECP кілтіңіз арқылы кіреді. VIT деп кіріп, біз өзіміздің личный кабинетімізге кіреміз. Әрине біз қазір тіркелуді көрсете алмаймыз. Бұл жерде біз осылай тіркелгеннен кейін осындай біздің личный кабинетіміз тұрады. Осы жерде біз закупки деп тендерді іздесек болады. Поиск лотов, поиск объявлений деп. Осы жерде біз поиск лотов деген кнопканы басамыз. Сөйту арқылы біз тендерді іздеу фильтріне түсеміз. Осы жерде фильтрге қазір бір түсініктеме бере кетейік. Себебі наименование деген бар, номер объявления деген бар, предмет закупки деген пункттер бар. Сол жерге не толтырамыз, қазір сіздерге бір кішігірім түсіндіретін боламын. Қараңыз, экранда фильтр шықты. Яғни ең бірінші жерге тоқталатын болсақ, наименование или описание лота деген жерге біз өзіміздің қатысқымыз келетін товардың атын жазып іздесек болады. Немесе мысалға ноутбук, лампа, меч, немесе теннисный стол, мысалға сол секілді товардың атын жазуға іздеуге болады. Мысалы, ремонт, батарея, баннер, спасательный жилет деп біз іздеген екенбіз. Номер лота, номер объявления деген пункттер бұл кез келген тендердің өзінің ерекше номері болады. Яғни қайталанбайтын номер десек болады. Міне номер лота и номер объявления. Мына төменде шығып тұрған тендерлердің бәрі бұл фильтрден өтпеген, жай осы порталдың өзі қазір сізге предлагать етіп тұрған тендерлері. Ал енді біз осылардың арасында өзімізге ұнамды тендер табу үшін осы фильтрге қоямыз. Мысалға, мен ценовой предложениеге қатысам, статус жарияланып тұрған опубликован прием ценовых предложений таңдаймын. Место поставкиға сіз өзіңіздің қалаңызды таңдап, сол қалаңыздағы тендерлерді қарасаңыз болады. Бірақ бұл міндетті емес. Егер сіз қаласаңыз жаза аласыз. Мысалға, мен Алматы дейін, например, Алматы. И Алматының ішінде тіпті мен райондарды таңдай алам. Алматы қаласының ішінде. Алматы. Бізде қазір порталда шықпай тұр. Әдетте осында райондардың бәрі шығарады. Жақсы, бүйтіп алайық. Келесі заказчик. Заказчик деген бөлімде кез келген бір өзіңіз таңдап тұрған мекеменің тендеріне қатысаңыз, соның бинін қойып іздей аласыз. Мысалға, бір өзіңіздің қалаңыздағы больница ма, соның больницаның бин номерін тауып, соның бинін қою арқылы тек сол заказчиктің тендерін қарасаңыз да болады. Бұл да міндетті емес. Сонымен сумма закупки С. Қандай суммадан жоғары сіз қатысыңыз келеді? Мысалы, 100 мың теңгеден жоғары ма, немесе 200 мың теңгеден жоғары ма, соны жазсаңыз болады. Және сумма закупки по деген жерге қандай суммаға дейін. Давайте енді сіздер тендерді жаңадан бастап жатқаннан кейін мен
бастапқыда кішігірім көрсетейін, одан кейін үлкендерін көрсетейін. Мысалы, давайте 300 мыңға дейін деп таңдайын. Предмет закупки товар деп таңдаймыз тендер. Сонымен найти кнопкасын басып, біз уже тендерлерді шығара аламыз. Сонымен қанша тендер шығып тұрғанын қазір біз көреміз. Порталда где-то бір 300-400 тендер актуально болады. Тіпті одан көп болуы мүмкін. Қазір біз фильтрден өткізгендіктен енді 300 мыңға дейін қарап отырмыз, сондықтан аз да болуы мүмкін. Так, мінекей, порталда 11.978 тендер тұр, товар тендерлері және 300 мыңға дейін. Байқасақ, әртүрлі суммада 271 мың, 300 теңгелік тендер бар, 1400 теңге, 25 мың теңге, 90 мың теңге, 110 мың теңгелік тендерлер де бар. Әртүрлі қаланың заказчиктері. Біреуі Алматы облысындағы Яслисат, біреуі там Восточно-Казахстанская областная Дюшеса, детская юношеская спортивная школа тендер жариялап отыр. Немесе мына жерде Балдәурен деген садик, Жетісу облысы. Одан кейін Талдықорғандағы районная эксплуатационная часть Министерства обороны Республики Казахстан тендер жариялап отыр. Әртүрлі суммада 500 мың, 269 мың және әртүрлі товар. Кресло, платок, манипулятор, мышь, набор, игра, игрушка, көріп тұрсыздар. Әртүрлі. Енді осы нишалардың ішінде өзіңізге ұнамды товар таңдайсыз. Сосын сол товарды зерттеп, уже есебін шығарып, мен мынанша теңге ұсынамын деп заявкаңызды бересіз. Енді үлкен суммалардан қандай бар екен? 300 мыңға дейін деп шектемей қояйық. Наоборот, сумма закупки от миллиона. Миллионнан жоғары қандай суммалар кездеседі? Соларға бір тоқталайық. Негізі көп ақша миллионнан жоғары, Так, бізде 1 миллионнан жоғары тендерлер шықты. 1 миллионнан жоғары 911 тендер тұр екен. Бірінші тендеріміз топливная, дизельная дейді. 1 миллион 700 мың, одан автомобиль 12 миллион, панель интерактивная 8 миллион 100 мың. Мынау мектепке сұрап тұр екен. Приозерск, Қарағанды облысында Приозерск деген жерге 8 миллион 172 мың теңгеге 5 штук панель интерактивный сұраған екен. Дәл осы секілді товарлар көп. Сумма жағынан сізге выгодный условияда тұрған, выгодный прибылі қалатын сондай тендерді сіз бұнда таңдауыңыз керек. Бізде өзімізде топ нишалар бар. Сол нишаларды таңдау арқылы сіз негізі маржинальныйларын анықтай аласыз. Қатысуға болмайтын деген салалар бар. Оны мен инстаграмды қарап жүрген адамдар, немесе осы YouTube выпустар қарап жүрген адамдар біледі. Қатысуға болмайтын нишалардың қатарында қандайлар бар екен көріп, біліп жүр көп адамдар. Енді бұл жерде мысалға мына жерде тележка для перевозки белья, мысалы мен осылай кірем, мысалы мына тендерге қатысқым келіп жатыр делік. Тележка для перевозки белья 1 миллион 456 мың теңге жарияланған. 14 штук сұраған екен. Осының ішіне мен кіремін. Кірген уақытта бітуіне қанша минут қалған? Көрдіңіз, 26 минут қана қалған. Бітуіне қатысушы саны 6 адам екен. Біз Гозак порталында қатысушы санын көре аламыз. Бірақ кімнің қанша баға беріп жатқанын көре алмаймыз. Товарды кім сұраған екен? Соны көрейік. 26 минут қалды. Сарыағаш район, город Сарыағаш, Сарыағашская многопрофильная центральная районная больница. Сарыағаштағы больница бізден тележка сұрап жатыр 1 миллион 400 мың теңгеге. И заказчиктің ат жөні, номері, почтасы осында тұрады. Лоты деген бөлімді басып, біз уже детально бір штук тележкаға қанша теңге беріп отыр, соны көре аламыз. Мінеки, тележка для перевозки белья 104 мың теңге бір штукасына, 14 штук сұраған, 1 миллион 456 мың теңгеге тендер жарияланып отыр. Документация деген бөлімді ашып, біз уже детально тележка қандай болу керек, соны көре аламыз. Мысалға ашылсын, міне. Техспец перейти. Перейти. И сөйтіп, мінеке осындай документация шығады, осыны скачить етіп ашамыз. Так, бізде қазір скачить етіледі файл. Мінеке файл скачить етілді. Ашамыз, орысшасына түсетін болсақ, міне 20 күнде алып келу керек деп жатыр. Адрес, заказчиктің адрес көрсеткен, Түркістандағы районная больница, жаңа Сарыағаштағы. И тележканың информациясы тұр міне. Длинасы 900 болу керек, ширинасы 600 болу керек, высотасы 9 мм болу керек, 4 колесасы болу керек деген секілді информациялар береді. Осы техспец бойынша сіз уже товарды іздейсіз, табасыз, есебіңіз шығарасыз және дәл осы тендерге өзіңіз заявка бересіз. Мысалға мында 6 адам тендерге қатысып отыр. Сол секілді өзіңіз бұл тендерге бағаңызды беріп қатыса аласыздар. Дәл осылай мінеки бұл порталда тендерге қатысуға болады. Және Гозаку порталының тендерге қатысу үшін өзінің тарифтары бар. Мысалы қандай екенін бір көрсетіп жіберейін. Тарифтары бар. Міне, тарифі деген бөлімге тоқтай аламыз.
әртүрлі 5 түрлі тарифы бар. До миллиона, до 10 миллионов, до 100 миллионов, до миллиарда и неограниченный деген. Мысалға, до 1 миллиона теңге бұл жылына 3677 теңге. Яғни сіз 3677 теңге төлейсіз да, бір жыл до 1 миллиона қатыса аласыз. До 1 миллиона деген түсінік, сіздің бір тендеріңіз ғана миллионнан аспау керек. Атак, мысалы 500 мың теңгеден 10 тендер ұтсаңыз, 5 миллион теңгені құраса, нормально. Ол проблема емес. Самый главный, сіздің бір тендеріңіз 1 миллионнан ғана аспау керек. Менің ойымша 3677 теңге это нормально. Және бір нәрсені түсінуіміз керек. Егер сіз 3677 теңге төлеп 1 миллион тариф қоссаңыз, ол, мысалы қазір июль айыма келесі жылдың июльіне дейін деген сөз емес. Жылдың соңында бұл аяқталады. 3677 теңге күйеді. Және бастапқы уақытта до 1 миллиона тарифін қосып 3677 теңге төлеп, бір аптадан кейін немесе бір айдан кейін 10 миллиондық тарифқа көшіп кетуге болады. Яғни ақшасын төлейсіз, 36 мың теңгені, сол арқылы 10 миллиондық тарифқа көшсеңіздер болады. Бірақ бастапқыдағы кеңесім до 1 миллиона деген тарифпен жұмыс істеп көріңіздер. Мінекей, бұл Госзакуп порталы мемлекетімізден ең көп ақша бөлінетін сайт, ең көп тендер жарияланатын сайт, және бұл жерде әрине конкурент те бар, тендерлер де бар, бәріне ақша жетеді. Енді 10 триллион теңге деген ол қатысушылардың бәріне жетеді. Сіз айына миллион теңге де планировать етіп отырсаңыз да, бұл жерде порталда тендер көп, оны орындай аласыздар. Сондықтан осы порталдан бастау керек. Және бұл тендершіктердің фундаменті деп санаймын, себебі кез келген тендермен айналсам деген адам осы государственной закупки Республики Казахстанды білу керек. Себебі тек қана товар емес, работа, услуга, және тек қана кішкентай суммалар емес, үлкен суммаларда және әртүрлі товарларды кездеседі. Бірақ егер сіз ешқандай тариф қоспай, 3677 теңге төлемей, бесплатный сайттардан бастауға болады. Мысалға, Самұрық Қазына деген портал бар. Сол жерде ешқандай тариф қоспай-ақ, шектеусіз бірден 5 миллион теңгелік, бірден 1 миллион теңгелік тендерлерге қатыспасаңыз болады. Біз осы Самұрық Қазына порталынан бастаймыз. Негізі тендерді кез келген новыйдан бастап жатқан адам бірінші Самұрық Қазынадан бастап, кейін Госзакупке өтуі керек. Себебі Самұрықтан алғашқы тендерді ұту жеңілірек, ешқандай ақша салмай-ақ. Біз осыны 3 күндік интенсивта онлайн және офлайн форматта адамдарға үйретеміз, түсіндіреміз, бірге отырып Самұрық Қазына порталында тендерді ұтып, заявка беріп, үйренетін боламыз. Ал енді рекорд бір офлайн немесе онлайн интенсив жайлы толық ақпарат білгіңіз келсе, төменде описание бөлімінде сілтеме бар, сол сілтемені өтіріп, өзіңіздің номеріңізді ақпаратыңыз қалдырыңыз. Сізге менеджерлер байланысып толық ақпаратын беретін болады. Ал видео ұнаса, видеоға лайк басып, комментарияға өз ойыңызды жазып кетіңіз.